қалай болған күннің өзінде де енді мен тіл туралы айтпақшымын. Былайша біраз тілдерді білеміз. Енді өз ана тілім қазақ тілін, орыс тілі, қытай тілі және ағылшын. Енді басқадай былай еліктегіш тілдер болады. Мысалы жаңағы ұйғыр тілін әріптерін үйреніп, былай сөздерін ұғу үшін немесе сөйлеу үшін онда игеріп келе жатырмын. Енді оларды тіл деп аса санамайсың, бірақ оларда білемін деген сөзге жататын сияқты. Қаншама басқа тілдерді білсем де, кейінірек қазір өз қазақ тіліме мән берудемін. Қазақ тілін менсінбей ма осы жұрт, сол жағын онша түсінбеймін. Өйткені қазақпен сөйлескен кезде арасына орыс тілін қосып, кейбір сөздер соны ол түгел жаңағы жай тұрмыста емес. Мысалы жаңағы мынау сахнаға шығып, сахнадан мынандай қазақ тілінде мағынасы бар және көп ондай сөздер жоқ. Соларды қосып айтады. Мен еще деп қояды, мен еще. Мысалы Тұрсынбек Қабатовты айтайық. Жаңағы басқаларда көп. Ол арнайы бір соларды зерттеп, соларға әдейі бейне жасап, солардың сахнадағы нәрселерін соларды бейнеге шығарып, сынап бір бейне жасауға болады. Өзі бір арнайы, бір үлкен бір жанр болайын деп тұр. Мейлі, бірақ қарапайым халыққа не айтқым келеді, жаңағы әркімнің қазір әр қазақтың қолында смартфон бар. Смартфон ол әрі қазір көп функционалды телефон ғой. Ішінде жаңағы егер бұрынғы мысалға жаңағы құралдар болатын болса, жаңағы фотоаппарат дейді, жаңағы видеомагнитофон, видеокамера, содан кейін жазу блокноты, компьютер, қазір ішіне тағы да көп. Қазір тіпті градусник ішіне жағы мынау адам температурасына өлшейтін жағы құралдар бәрін ішіне салып жатыр. Адам жүрген кезде жүрсін, жаңағы неше түрлі карталар. Маған ұйғырдың сөзі, мысалы арабтардың сөзі ғой, жаңағы харита деген жаңағы хариталары бар. Ішінде неше түрлі кітап, көп дүние сыйып кетеді осы смартфонның ішінде. Соның барлық мысалы құралдарын қарасаң, қазір көбісі қазақшаға, қазақ тілінде де жүргізеді. Google мысалға, Google өзінің қазақшасы, жаңағы мынау перне тақтайда әріпті басатын бәрі қазақшаға аударылған. Содан кейін мынау мысалға жаңағы бір жолдастарыммен хатқа барып жіберген кезде қарасам, перне тақталардың орнатылған қазақ әрпінің. Соны айтмай, мыналарын қалай болмайды.
ол не, сен ұнамай ма жаңағы о, ү, қазақтың жаңағы қ, кәдімгі қазақтың әріптерін менсінбей ма? Содан кейін орыстың пернатақталарымен қазір сенің мойныңда жаңағы ешқандай орыс отырған жоқ, мына былай істе, мына былай істе деп, сен өз еліңдесің. Бірақ мен өз елімде емеспін, шыны керек, қазір Ресейде тұрып жатырмын, бірақ Қазақстанда тұратындар енді бәрі жаңағы мойнында жаңағы ешқандай орыс полиция ешкім отырған жоқ қой, сен қадағалап, сен мына былай істе, мына былай істе. Ол ішімнен өз қазақ ана тіліңе деген жанашырлығың, махаббатың сол смартфоннан көруге болады да соны.